Мынадай бөлуді орындайық. 3771-ді 8-ге баған түрінде бөлейік. Бұны орындау үшін осыған дейін шығарған баған түрінде бөлу әдісін қолданамыз. Сонымен ең бірінші мына 3-ке назар аударамыз. 3-тің ішінде 8 неше рет кездеседі? Әрине оған жауап беретін болсақ, онда 3 дегеніміз 8-ден кіші, олай болса бір орын жылжимыз ғой. Демек, онда 37-ні қарастырамыз. 37-нің ішінде 8 неше рет кездеседі? Соған жауап берейік. Онда оның жауабы 4 болады. 4 жердегі 8-ім 32, демек онда 37-ден 32-ні азайтамын. Ал енді бұдан 37-ден 32-ні азайтсақ, бізде қанша қалады? Соны жазайық. Көріп отырғандарыңыздай 7-ден 2-ні азайтсам, 5, 3-тен 3-ті азайтсақ, әрине ол онда 0 болады ғой. Енді келесі 5, енді бізге мынау 7, мына жүздікте тұрған 7-ден кейінгі мына 7, ол ондықта тұр ғой. Осы төмен түсіп жазылады екен. Онда осы 5-тің қасына сол 7-ні жазамыз енді. Мынау 7 төмен түсіп, 5-тің қасына жазылады. Яғни 57. Бұны тағы да басқаша қалай түсінсек болады? Мынау 4 деп отырғанымыз. Сонда бұл 4 деп отырғанымыз бұл жүздік қой, яғни 400. Сонда мен 8-ді 400-ге көбейттім деген сөз. Ал оның жауабы 3200 болады. Мал мынау соны білдіреді. 3771-ден 3200-ді азайттым деген сөз. Ал енді келесісі, мына 57-нің ішінде 8 неше рет кездеседі деген сұраққа жауап берейік. Оның жауабы 7 болады. Бұл жерде көбейту кестесін білу өте керек екен. 7 жердегі 8-іміз 56, сонда мен 57-ден 56-ны азайтам. Жауабы 1 болады. Енді келесі, бізде мына 1 қалып қойды ғой. Осы 1-ді енді төмен қарай түсіріп, мына 1-дің қасына жазамыз. Сонда міне 11 қалды. Енді келесі 11-дің ішінде 8 неше рет кездеседі деген сұраққа жауап береміз. Әрине ол тек бір-ақ рет болады. Сонда 1-ге көбейтеміз, яғни мына жазған санды 8-ге көбейтеміз. 1-ді сонда 8-ге өтсек 8, 11-ден сонда 8-ді азайтамыз. Жауабы 3 болады екен. Ал енді 3-ті 8-ге бөлейік десек, бұл 3 8-ден кіші. Демек, онда бұл бізде қалдық. Міне, бұл қалдық болады екен. Сонда бұның жауабын қалай жазамыз? 3771-ді 8-ге бөлетін болсақ, 471 шығады екен, ал 3 ол қалдық екен. Сонда бұның қалдығы 3-ке тең екен міне.